Қымбатты ханымдар мен мырзалар, бүгінгі тойымыз қызыққа толы екені сөзсіз. Ендеше біз бастаймыз. Қайырлы кеш, аса қадірлі ханымдар мен мырзалар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. Ыстық ықыласы мұзды ертетін, елдің қуанышын, менің қуанышым деп білетін қадірлі қазақтың елі, армысыздар. Ұлылықтың ұлағатын ұлықтап, тектіліктің тамырын жалғаған, кеңдігі даласынан, ерлігі бабасынан, мейірімі анасынан дарыған ұлы дала мұрагерлері, қасиетті қазақ елі Исатай мен Гаухар мен мақтансын. Біздің сахнада әлемдегі ең әдемі жұп, ең бақытты жандар, Исатай мен Гаухар, браво! Қандай әдемі біздің Исатай, қандай көрікті сұлу біздің Гаухар. Екеуі сондай бақытты. Ең бастысы бүгін екі жастың армандары орындалып, мақсаттары ұштасып, сабақтасып, 1000 жылдық дейтін, ғасырларға татитын үлкен құдалықтың жолы ашылып, сол дәстүрдің аясында бүгін екі жақсылар кең дастарханның басына жиылып отыр. Шындығында да ағайын, бүгін екі әулеттің арманы орындалған, екі жастың арманы орындалған ғаламат күн. Бүгін шындығында да Алатаудың айы оңынан туып, жұлдыздары күле қарап, шуақ шашқан ғажайып мереке. Ал енді бата берілді, тілек айтылды. Енді не істейміз? Билейміз. Қандай би? Әлемде бидің 3 түрі бар. Русский, кавказский, чемкенский. Қайсын таңдаймыз? Сіз дегенде отқа да, суға да түсетін, намысты қолдан бермейтін, жанын беруге дайын тұратын, сөзіңіз екетпейтін. Бұл жерде отырғандардың бәрі мен үшін жанын берді. Патеш оғайда! Оп! Оп! Мәс саған не декен бе? Браво! Мәс саған енді. Асқараға сіз үшін не істемейден адамдар, бәрін істеп атыр енді. Қазақты Абай деп, Абайды қазақ деп білетін талай ақынның үні, талай әншінің әні, талай батырдың найзасының ұшы табанның ізі қалған қасиетті қарт Семейден келген мәртебелі меймандарға тағы бір ду қол шапалақ ағайын.